Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте әдемі дастарханның сәнін ашатын греческий салат дайындаймыз. Жалпы менің каналымда түрлі қайталанбас салаттың рецептері көп, міндетті түрде көріңіздер. Бізге қажетті заттардың мөлшерін барлығын описанияда қалдыратын боламын. Бұл бізге заправкаға қажет. Алдымен орегано, базилик және қара бұрыш, 30 мл зәйтүн майы, 1 чеснок және де лимон шырыны қажет. Жарты лимон шырыны жеткілікті болады. Барлығын бір ыдысқа саламыз да жақсылап араластырамыз. Осымен біздің заправкамыз дайын. Ал енді біз бұрышты тураймыз. Бұл светофор сары түсті. Тазалап жуып, 4 бұрыш тығып тураймын. Ұсақ емес, орташа. Барлығын орташа турау қажет, ұсақтаудың қажеті жоқ. Қызыл пияздың жартысын полукольца қылып турау қажет. Барлығын турағаннан кейін бір ыдысқа жинаймын. Тек маслиныдан басқа. Және заправканы құямын. Және тек қана 1-2 рет қана араластырамын, себебі қызанақтың суы ағып кетуі мүмкін. Келесі бізге сыр фета қажет. Оны да 4 бұрыш тығып тураймын. Сыр фета және маслины салаттың бетіне ең соңында қойылады. Оны араластырудың қажеті жоқ. Мінекей, біздің салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер және пікірлеріңізді комментарияда қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.